жобаны. Сөйлей бер. Айта береді ол. Құрметті азаматтар, экология жасайды, жобалардың, екі жобаның экология сайт, ешқандай сұрақтар бәрі все жауап берді, жоқ деді. Енді онымен бүгінгі күн тәртібі бойынша айтылып отқан екі жоба сұрақ жоқ дейді. Енді одан кейін жалпы енді жағдай түсініп отырып қой, осы бірнеше рет келіп жатыр. Енді 27 жыл деп айтып берудің қажеті жоқ. Қазір міне шығып біздер сіздермен кездесіп кішкене жұмыстарымыз келіп отыр ғой, соны дұрыстығымыз келсінші. Енді біздер қазір бастап объективті берсеңіздер, осылай жоқ болмайды деп. Біздер қазір келіп халықтың алдында мына акиматты айтып отыр, бірге жұмыс жасап жатыр. Жаңа кім Сайранбекті айтып отыр. Акиматпен бірге. халық үшін келіңіз. Сіз қана қалсыздың алдыңызда жоқ, ұят болғанда қара. Мына адамдар келіп отыр, мына адамдар күреспей тұр ғой. Олар қазір не алып кетеді, иә? Қара, жеті. Қазір алып кетеді, иә? Содан кейін оларға бермейді. Ол Кулибаевтың мекемесі ғой. Қалай алмайды? Ол қарағанда жоқ қой. Қараған жоқ. Ол Кулибаевтың мекемесі, ол еш уақытта қазақтарды адам деп санамайды Кулибаевтың мекемесі. Жаңағы ана аппақ шашымен ана кісі айтқан жоқ па? Екінші жиналыста өшерде қазірге бақылы көрсетші. Проектің қатысы ештеңе жоқ бұл. Социальный бақылы сіздер, мысалы, маған шешім қабылдадыңыздар, иә? Дауыс беріп қой. Тоқташы жинас, тоқташы көбі кетіп қалды. Жоқ, оның алдында кетпестен бұрын біздер санадық қой. Дауыс берді ғой, болмайды. Экологиялық нет, қоғамдық тыңдалымның заңы бойынша меморандум керек емес бізге. Себебі меморандумды алады да, содан кейін ол уәдені орындамайды. Ол сол күйінде қалады. Дауысқа қарап айтсашы бұл. Қабылданды ма, қабылданған жоқ. Жаңа саналынды ғой? Саналынды ғой, неше рет санайсың? Халыққа бере алмайсыңдар. Бере алмайсыздар. Халыққа ештеңе бере алмайсыздар. Әлі жауабы жоқ. Акиматтың қолы тұру. Солай болып тұр ғой. Солай ғой сонда да. Дауыс бердік қой. 16 адам қарсы, 2 адам келісті, 3 адам қалыс қалды. Кім жеңіп тұр болды ғой? Например, менің 7000 тыңдарманым бар. 7000 тыңдарманым қазір тыңдап отыр. Қазақстанның әр түкпірінен тыңдап отыр. Медетқалиді қарап. Ой, тастағы құрса мұнан нағылай. Жоқ, дауыс бердік қой. Неге ол дауыс берілген нәрсені есептемейді? Қалай есеп бұл? Жауап берсін. Құрметті журналисттар, мына мен қысқаша айтып кетейін, 5 айға жетеміз, 57 адам келді, соның 30-ы кетіп қалды. Міне, жалпы стой. Қалған дауыс берді, 16-сы қарсы, 3-і қалыс, 2-і қолдады. Енді бізге шешім керек. Қалдарды жоқ, болды. Қарсымын қалданы. Олардың ішіндемін. Мен де қарсымын. Сағат деген алты, бәрімізде шаруаларымыз бар, жанұяларымыз бар. Жоқ болды. Қалдарды қалды. Проект деген бізге қызық емес. Біз жағдайын айтты қалды. Меморандум керек
Керек емес, жинас кеңе қалсын. Халыққа меморандум керек. Халыққа меморандум керек. Халыққа меморандум керек емес, халыққа нәтиже керек, нәтиже. Еш уақытта нәтиже жоқ. Меморандум болса, нәтиже шығады. Шықпайды, нәтиже болмайды. Қабылданды ма? Қабылданған жоқ па? Қабылданған жоқ, қабылданған жоқ. Қарсы, екі адам келісті, 13 адам қалғанда дауыспен бекітті. Болды. Қатесін салмасақ өтіп кетеді департаментте балалар. Істеп отырмыз, зиян жасап отырмыз. Әлеумет дала қалып қойды анау. Қате салмасақ. Департаментте өтіп кетеді, үшінші комиссиядан уже. Анау қате жоқ қазір анада, жобада. Жобаның қатесін тауып тұр ғой ана бақытгүл. Партия деген ол деген үкіметтік адамдар ғой, мынау халықпен кездесу ғой сендердің. Партияның бірінші тут партия. Сендер партиялармен тыңдау жасап жатсыңдар ма, енді халықпен тыңдау жасап жатсыңдар ма? Бірінші бір нәрсеге түсіп бақырсыздар ма? Меморандумға өтетін болса, меморандумға кіретін болса, онда барлық шаруа шешіледі. Сондықтан меморандум қабылдану керек бұл жерде. Меморандум болса, халықтың жағдайы да шешіледі, басқалардың жағдайы да шешіледі. Сондықтан меморандум. Саян аты дауып кетті, ескертіп атма. Дауы болғанда да, әйелдермен қараймын мынандай. Жоқ, халыққа кел. Экологиялық Сен жүнін қалап тұр ғой, қабылда. Сен жүнін қалап тұр. Сен анда қоршағында әкім болмай тұрғанда да қоршағында әкім отырдың ғой жинасында. Жүнін қалап тұр. жоқ, мен не қалап тұр мен. Қарсы ғой. Жүрегі деген сен білмейсің ғой. Қарсы. Қоғамдық тыңдалымның. Айтасың ба, кете берейік па? Гүлжан. Қаяқтағы меморандум даладағылар. Ол меморандуммен туалетке барады олар деген. Ана кетіп қалған адамдар не істейді? Саналды ғой. Мен төрағамен хатшыға салыстырмалы түрде менде қатысым бар төрағамен шешуге, заң жүзінде. Мына жерде менде 54 адам қол қойды. Оның көбі кетіп қалды. Кетіп қалған адамдардың бәрі қарсы болып сол 54 адамның көбі кетіп қалды. Бірақ қалған адамдар 16 адам өтпеді деп қабылдады. 3 адам ғана қалыс қалды. Қалған 4-5 адам шығар. За деген, өтті деген. Сол себепті бұл өтпеді деп санаймын мен. Дұрыс. Бірге менің заңды тұлға. Қатшы, заңдылығы бар. Салыстырмалы түрде. Дұрыс. Өтіп кеткен адамдар. Саян айтшы. Саян өзің айтшы. Өткен жоқ. Саян меморандум. Қоғамдық тыңдалымның заңы бар ғой, заңы бар. Заң бар, заң. Сіздер халық бұл жерде ешқандай бұл біз айтқан жоқ, меморандум орында әлеуметтік мәселе шешпейміз деп отқан, меморандум жасаймыз деп отыр. Сондықтан мана көп кетіп қалды, жинастың ережесі бұзылды. Мысалы айтты, сабыр етіңдер, отырыңдар деп әдемі. Сондықтан мына жерде бәрін жаппай қарсы отырса екен, дұрыс емес па? Мына жерде көпшілікте қолдап жатыр. Сондықтан мен партияны айтып отыр, маған да шешім қабылдау. Сендер маған бір жетпеңіздер. Сен төрағасың. Сен алаусын, сен шешім қабылдап халыққа. Мен де халықтың ортасына шыққаным, мен де ана 8 сағаттан мен де адаммын. Сондықтан құрметті тұрғындар, мына жерде басшылық отыр. Ер азамат, мына жойда туындап отыр. Келіп, уәдесін беріп отыр. Халықпен бірге жұмыс жасаймыз. 27 жыл көрінбеді дейді. Біз жаңадан бастап отыр. Енді көріп мәселені шешеміз деп отыр. Сондықтан соны қабылдау керекпіз ғой. Ал проект өткізген жоқпыз. Қайта келеді, өткізген, кімге пайда, кімге зиян. Одан кім керек? Біз бірімізге қарсы шығып отырық қой айтқанда. Саян, бірақ ауыз сөз. Так, осы мына менің айтқан 7 адамға қашан шешім шығады?
7 адамға Шетімге шешім шығарып Қойшқа қылдай общий 3 шарт меморандум жасап, соның ішінде қаралған. Шешіледі ғой. Москву сразу не построить. Шапы меморандум қабылдау керек. Қол жеткізіп отқан осы Шапы меморандум бойынша өткендері қоғам тыңдады, мен қайда деп талап етеміз олардан. Ағай жұмыс жасаймыз. Сондықтан Москву сразу не построить. Гүлжан, бізге келіп атқан мекемелердің бәрінің азаматтар, бірақ ешқайсысы айтқан уәделерін орындап атқан жоқ. Енді мына шешімді оң жағын шешуге тырысады. Оны қазір қолмат қабылданбады. Бүгінгі күн тәртібі бойынша ешкім сұраған жол бойынша бәрі жабылды. Алинұр, қарашы, осы тыңдалып өтіп кеткеннен кейін телефонды жауып тастамайсыз ба? Жоқ, сен қалай 16? Сен қалай 16 адам қарсы шыққан адамға сен мынаның сөзін қабылдап отырсың. 16 адам саған қарсы шығып отыр ғой. 50 адамның жартысы кетіп қалған адам қалыс болып есептеледі. Жалпы олар деген бәрі қарсы. Сондықтан мына жерде деген 5-6 адамның сөзі керек емес, бұл кетіп қалды. 16 адам қарсы болды ма, қарсы шығу керек қой. Қарсы болу керек болды. Давай сөзді айт, я жоқ деп. Аржағы деген өзінің деген ненде болады кәдімгідей. жоба бар ғой, жобаға қатысты сұрақтың бәрі жабылды. Енді әлеуметтік мәселе ғой, оған меморандумға келісіп тұр. Келісіп тұр ма, меморандум жасайды. Дауыс бергенде жабылды ғой, минутқа келді жабылды. Меморандумды онда жасап келсін. Ана үш ауыл шаруашылықтың шаруалар ағайлар жасайдар, мен сөйлесіп бердім десін. Еңбек соңғы жасап кеткенде шаңырақта сразу социальный активист қоп. Сондай істейміз, все. Ана үш ағай, үш ауыл шаруашылығы. Кетіп қалды ғой бәрі. Меморандумы қайда? Меморандумға кімдер кіреді? Бір-бірден алыңыз, бір-бірден микрофонды бір-бірден алыңыз. Інім, қабылдайсыз, тағы да отырып. Қабылдайды қазір. Қабылдайды. Осы жеті, сүйгіге ұялып беруге. Қазір айтып отыр ғой, Москва енді сіз айтасыз меморандумға. Бірінші секретар кіргізгіші ше, неге протоколға меморандум. Ұсынысты қабылдайсыз ба? Қанат болды ғой я. Қанат 5 микрофонда. Алдап кетеді, апа. Алдамай Жерімді тартып алып деп отырған жоқ қой, жерімді тартып алып деп отырған адам меморандум болған жоқсың ғой сол мезгілде. Болдың ба қасында жерді тартып алғанда? Сотта болдың ба жерді тартып алғанда? Болған жоқсың ғой сен. Алады ғой енді, болашақта алады. Сотта сендер қасында болған жоқсыңдар, осы ақша келгенде болған жоқсыңдар. Осылай қайлап. Бұл қыз проектісі қорғап тұр мына қыз. Меморандум. Bir осы күнде үш ауыл шаруашылығы мына жердегі меморандум біз примерно біз көрген жоқпыз. Мен бәрін көрдім. Адам сайлау деген
Bize aytınç. Bana aytınç. Sen hayat karışma. Bırak çıktı. Hayat karış. Zavuz biriktirdik. Oturduk. Yarısı gitip kaldık. Zavuz berген adamlar karşı oldu. Kısmı 16'da. Екеуі қолдатқан үшеуі қалқана біреу қолдап кетті. 13-ке үш қолға 16 адам қарсы келіп тұр да, енді сен қалай оны өткізесің? Біз айтып отырмыз ғой, бізге меморандумды деген кешеміз болған өздері дайындап келу керек қой өздері. Мен кеше айттым бұларға, сіздер ертең финансовый директорларды алып келіңдер, біздің сұрақтарымызға жауап беретін деп алып келіңдер. Сосын сол жерде жауабын алады да, сол жерде келісіп өткізді. Айттым мен кеше жиналыста болдым өзімізге. Ешкім жоқ, сол састан сол ғана айтып шықты. Проектке бірден айтайын, мына жерде проектный организациялық инспектор отырған жоқ. Бұл жерде екінті өтіп кетті ақша, біз барғанша ақшамды өтіп кетеді. Мына жерде 50 адамның бір 5-6 шығар проект деген сөзді біледі. Қалғандар білмейді. Экологический проект деген вообще естімеген олай. Енді сіздерге айта берсін. Мана сізге айттық. Siz ekologiya жағынан келгенде siz тек бағанағы электрондың шығарым деп маған бізге берген есебі керек емес бізге. Оны бәрін алады, миллион теңге тұрады бір ауыз. Siz бізге миллион теңгені қағаз жасап келіп адам жайын жасамаңыз. Маған айтты, бізге халыққа жұмыс, әлеуметтік жағдай, үй сұрап отыр. Болды. Біз сізден деген бана ай сұрап отырған жоқпыз. Сіздің бюджетіңіз кеше айтылды. 161 миллиард. Біз сіздерден барып, ешкім шаруамыз да жоқ. Берекелі болсын, ақшаларды тауып алсыздар, 20 жылда ешкім шетел да жоқ. Бізге бір міне 10 осал семьялар, көпбалалы аналарға үй алып беріңдерші, маған да керек емес. Міне 7 адам документ алып келіп тұр ғой бұл жерге. 16 адам жоқ болып, қарсы болды. 5 адам болады деген өзінде тыңдап өткен жоқ деп есептейді. Ар жағында өздері шешесіздер. Меморандум кеше дайындап көру керек меморандумды. 5 күн дайындалғанда сендер жасаймын деп отыр. Жауаптарым жоқ. Келіп отырсыздар ұялмай алдарыңызға. Меморандум деп біреу айтты меморандум деп. Өзі қасында отырған азамат айтты ғой енді. Жобаға қатысты жоқ дегенсін жерде бұл өтпеді деп танылса да департамент қабылдап кетеді. Иә, дұрыс. Жобаға қатысты сұрақ жоқ бұл жерде. Бұл экологияға байланысты жоба болғасын, экологияға қатысты сұрақтардың бәрі жабылды, ашық қалмады. Сондықтан бұл бізде өтпеді десек те қабылдап кетеді. Иә, дұрыс. Ал лучше біз меморандумда болайық. Әлеуметтік жағдайыңызға сіз меморандумға жасайын деп отырсыз ғой. Манағы үйлерді ұсынысқа енгізілді ме? Соға ұсынысты жұмысқа деген сұрақтардың бәрі Алинұр жауап беріңізші. Мен қараймын ғой, сол тексерем ғой. Сонда не айтасыз? Алинұр сізге сұрақ беріп жатыр. Айтыңызшы. Естіген жоқ, қайттан айт. Мен айтып отырмын ғой, енді қайта айтайын. Меморандумға біздер келісіп отырып. Мен деген соңғы проектпен келмейміз ғой. Айрандым деген әлі жасайды. Басқа да проекттермен келеміз. Алдарымыздан бәрібір ешқайда қашпаймын. Бұл жерде боламын. Сондықтан қазір айтып отырмын ғой, бірнеше адамның предложениесі болды, меморандум жасайық деп. Соған келісіп отырмын мен. Сосын басқа да пока енді 2-3 күн тек уақыт берілді ғой, соның ішінде тек шешкенді қолдан келіп пока шешкен. Меморандумға кімдер кіреді, соны айтыңызшы. Жағынан, қалай жағынан? Соны кім айтады? Потому что меморандум деп бар ғой, құлақтан түйіп отырған. Тек қана әлеумет. Жағдай болғанда, я понимаю, меморандум деп бастап 2 жылдан бері қабылдап жатқан бір адамның бірі. Енді шешіліп отыр деп тұр ғой. Соменен, қараңыз, меморандум салу жағынан бөлек, бален бөлек, газын мынандай бөлек, мынаумен бір отырып жатыр, анаумен бір. Сіз біздерге соны айтып келіңізші, түсіндіріп. Айтып келіңіз, міне, мынандай меморандум біздер 3 жылға байтақпенен тауып отырғызып жатыр, мен 4 миллион жұмада бірдеңеге. Менің ойымша, менің үй алып беретін балет или бәрін салғанда да мынандай жылдар. Біз ертең сіз барсыз ба, жоқсыз ба, сіз ертең 5 күннен кейін мана шетелге үй алмасыз, повышение кетіп қаласыз. Все, артынан жұмыстаймыз. Біз білмейміз, потому что екінің бірі кетіп жатыр, ертең саямызда да ақау етіп қалса да біз білмейміз. Оның орында да отырған шешалары кеткенсіз ғой онда. Жоқ, бұл енді просто мы просим, 2-3 күннен келіңіз. Міне келген адам келді. Міне мен типа меморандум маған берді. Тіпті сіз акиматтың келмейсіз, мына халықпенен 3 жақ жасамай ақ қойыңыз. Қазір тағы да айтайын, жобаға байланысты сұрақтарым жоқ болса, мұнда
Мұнда нешін келесіздер? Вот именно. Онда неге келесіздер? Жобаларыңыз 100% чистый. Неге халықтың алдына келесіздер? Жобаларыңызды өздеріңіз өткізе беріңіздер, онда біздің алдымызға неге келесіздер? Ал енді заңның талабы. Енді қара, заңның талабы бойынша қоғамдық тыңдам деген жаңағы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың заңы бар. Сол заңда жазылған қоғамдық тыңдалым қалай өтеді? Көпшілік дауыспен өтеді. Көпшілік дауыс қарсы болды. Себебі 27 жылдан бері біздің елімізді, жерімізді бүлдіріп тасталған шығарып келе жатқан мекеме халыққа ештеңе жасаған жоқ. Акиматқа берген 100 миллион, 200 миллион, 300 миллиондарыңды біз есептемейміз. Бізге оны қажеті жоқ. Бізге сіздердің Құлсары қаласына еккен талдарыңыз керек. Сосын мына адамдарға бер, сөйле. Сонда да бір ауыз айтып кетейікші. Мынау жаңа айтып атқан жетеудің бір семьяның бір менмін. Үйлеріне мүгедек адамдар бар. Үйлеріне барып көрсіздерші. Сіздер бізге не айтасыздар, соны айтыңыздар. Соны күтіп отырмын. Әркім өзінің ойын айтып отыр, біреу қабылдасын. Мен де өз ойымды айтуға болады. Мен бізде ешкімнің атынан сөйлеймін, мен өз атынан сөйлеймін. Проект бойынша мен ешқандай жаңа сұрақтардың бәрінің жауабын алдық. Қоғамдық тыңдалым дегеннің өзі осы проектіні қорғап шығу. Мына қыздар қорғап шықты. Біздің мекемеге қоятын талабымыз жаңа айтып жатқан әлеуметтік мәселелер жөнінде мекеменің басшысы 3 жақты меморандумға отырам деп тұр. 3 жақты меморандумға отырмас деді, акимат жаңа мекеме қай меморандум жұмыс жасап жатыр, соны айтшы маған. Бір столда отырып, жаңағы үйдің де мәселесін бәріне қарауға болады. Меморандум деген сол. Біз бұл жиналыста қолымыз жеткізгеніміз меморандум. Ал мына проект бойынша қазір анадан қашымыз анда экология департаменті отыр ғой. Проект бойынша ешқандай қате жоқ, бәрін қабылдады. Болды сол. Менің өз ойым, мен ешқандай өзімнің білім сол. Конкретно айтайын, мына айтып отыр ғой. Жауға қатысты сұрақтар жоқ. Енді әлеуметтік мәселеге қатысты бөлек меморандумға отырамыз. Болды сол. Қашан? Әмір мырза әлі талай келеді бұл дейтін. Конечно. Өмір көбе бітіп қалмайды ғой, талай. Жоқ, қашан? Дайындап алып келеді меморандум. Жоқ, қол қойғанда оған кім қол қояды? Айтыңыздаршы, тағы да байтақ қоя ма қолды? Халық қояды. Кім қол қояды? Айтшы. Кім қол қояды? Өткенде біздер барған жоқпыз ғой. Бізді шақырған жоқ қой. Сол сияқты тағы да өздерің кетесіңдер ғой. Неге десе жасыл қалды. Меморандум қарадым, мен кірмеймін, мен сұрқадырым, сендер кіріңдер. Мен сендерді бақылап жүрмін. Жоқ, бізге меморандумның қажеті жоқ. Маған ана 7 адамның үй алғаны керек. 7 адам сол меморандум ішінде айтады. Сол 7 адам да кетеді, меморандум ішінде. Қожалықтарды да кіргіземіз. Басқа да мәселелерді кіргіземіз. Сол бәрін кіргізу керек. Әйтеуір. Құлсары халқы, как всегда, бірін-бірі сатып кетпесе болды. Біздер Құлсары сатқындармыз ғой. Бірімізді тиынға сатып жібереміз. Жоқ. Мен оған неше рет көзім жетті уже. Бірнеше рет сатылып кеттік бірнеше рет. Сондықтан тағы сатылып кетпейік. Ал енді, құрметті тыңдармандарым, осымен Құлсары халқының айқай-шуы аяқталды. Сонымен Каспий нефть мекемесімен меморандумға отыратын болдық. Мен сұраған 7 үйге 7 адамға 7 квартира беретін болды. Өтірік шынын білмеймін, бірақ сіздерді әлде де назарда ұстаймын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.